Ассаламу алейкум достар. Бүгін мен сіздерге телефондағы паразиттерді қалай өшіретінін көрсететін боламын. Яғни паразит дегеніміз телефон батарейкасы толып қалды, әлде суреттері толып қалды деп кейде тез шаршап қалады. Яғни тез толып қалған үшін телефон жұмыс істеуі баяулап қалады. Сол не үшін баяулайды, соны көрсететін боламын. Және нені өшіру керек, соны көрсететін боламын. Ал ендеше кеттік. Настройкаға кіреміз. Осы жерден локация дегенге кіреміз. Міне, мына жерде сізде міне включено деп жазылып тұр. Жоғары жақта. Осының ішінен осыны өшіріп тастасаңыздар да болады. Мен сіздерге қазір көрсетем. Міне, мына жерден сіздер міне история местоположения. Яғни историяңызды ашып көресіз. Осы жерден ең алдымен сіз қай адресіңізден кімдерге не жаздыңыз, қай адресіңізден нелерге кірдіңіз, қай сайттарға кірдіңіз, осы жерден қай адрес сізге қажетті, қазір қай адрес деген өшіру керек, соны өшіретін боламыз. Яғни мына жерде барлық адрестерді жеке-жеке таңдап, өзіңіз өшірсеңіз болады. Яғни осы программаны отключить деп қойыңыз керек. Мен қазір мына немді таңдаймын, адресімді. Осы бөлімнен сіздер мына жерде төменге түсесіздер. История местоположения. Мына жерде мына отключено, включить деп тұр. Қазір мына жерде менде өшіріліп тұр. Енді менде мына жерде сіздерге включить деп тұрса, сіздер отключить деп өшірулеріңіз қажет болады. Осы жерден біз төмен жаққа түсеміз. Міне, все настройки отслеживания действий деп тұр. Осыған кіреміз. Мына жерде ашылды. Міне, төмен жақта сіздерге суреттер көрініп тұр. Google-дың суреті тұр, сосын Google Play-дың суреті тұр, сосын Chrome-ның суреттері тұр. Яғни сіз осы сайттардан өзіңізге керектігін көргесіз, әлде біреуге комментарий жазғасыз. Осыны міне отключить деп басамыз. Қазір менде міне включено деп жазылып тұр. Осы жерде мен міне показать все дейтін болсам, яғни сіз қай сайттарға кірдіңіз, нелерге кірдіңіз, кімдерге не жаздыңыз, соның барлығы мына жерде сақтаулы тұрады сізге. Міне мысалы міне TikTok-қа, міне мысалы YouTube, Samsung, міне кеше кіргенім жазылып тұр. Бұл жерде 1 жыл, 3 жыл, 2 жыл, қанша жылдық неліңіз сақталып тұрады. Егер сіз өшірмесеңіз, міне төмен жаққа кете берсеңіз, өзі қанша жылдық неңізді, тарихыңызды ашып береді. Қай жерде, қалай, не үшін кіргеніңіз, не жазғаныңыз осы жерде жазылып тұрады. Осы жерден сіздер мысалы тексеріп көрсеңіздер болады. Google Chrome'ға кіріп көрейік. Яғни Google Chrome'нан сіздер нелерге, қай сайт жазуларды, әлде ақпараттарды оқып көрдіңіз, сол жазылып тұрады. Міне 5 январь күні мынандай уақытта кірілген. Міне үйінен мына ақпаратты мен оқыған болатынмын. 3 январь күні не кіргем, неге кіргенім сол жазылып тұрады. Мына жерден включено деп тұр. Осыны отключить деп басатын боламыз. Қазір мен тағы көрсетейін сіздерге, сосын оны өшіретін боламын. Сосын мына история местоположения. Бұл менде өшіріліп тұр. Міне история YouTube дейді. Яғни YouTube туралы сіздер YouTube-тан канал аштыңыз ба, не аштыңыз, соның барлығы жазылып тұрады. Мына жерде мысалы мынандай күнде канал ашылған деп жазылып тұр. Міне сохранять информация деп тұр. Осы жерде мен де бұны қазір өшіретін боламын. Міне отключить деп. Менде қазір міне включено деп тұр. Мен төменге түсеміз. Мен төменнен міне персонализация рекламы дегенге кіреміз. Осы жерден центр управления рекламына біріншісін таңдаймыз. Қазір мына жерде ашылды. Енді жоғары жақта міне включено деп тұр. Осыны басамыз. Отключить персонализацию рекламы. Төмен жақта міне отключить деп тұр. Осыны басамыз. Сізге өшті деп өз галочка көрініп тұр. Енді төмен жағын окей деп басамыз. Енді қарап көрейік. Отключено, өшірулі. Бұл жерден шығамыз.
қалғандарын өшіретін боламыз. Жоғары жақта YouTube туралы отключить деймін. Міне жерде жазылған приостановить запись истории. YouTube'дан не істеп не қойғанымызды приостановить деймін. Міне запись отключена деп тұр. Міне окей басамын. Енді жоғары жаққа міне. Мына жерде галочка тұрған, мыналар өшті қазір. Жерде мені отключено деп шықты. Егер қосқым келсе қайтадан включить деп қоссаңыздар болады. Енді жоғары жақта история местоположения менде өшіріліп тұр. Енді мынаны өшіретін боламыз. История предложений и веб-поиска дейді. Отключить. Жазылады. Міне ең төмесіне приостановить деймін. Запись отключена. Окей деймін. Міне менде қазір өшті. Міне қоссаңыздар қайтып включить деп қосса аласыздар. Міне барлығы өшті. Міне достар, қазір мен сіздерге көрсеткен ақпараттарды өшіретін болсаңыздар, телефондарыңыздың зарядкасы тез отыратын болмайды, яғни тез таусылмайтын болады. Сіздің телефоныңыздың зарядкаңызды тез толтырады, яғни артық программалар. Және де сіз қайда кірдіңіз, не істедіңіз, қай сайтқа кірдіңіз, нелер оқыдыңыз, осының барлығы сақталады. Оны сіздер егер сақтағыларыңыз келмесе, телефондарыңыз өшкендерін қаламасаңыз, осы программаларға кіріп, осыларды өшіріп тастауларыңыз керек болады. Егер осы ақпарат сіздерге ұнап, керектеріңізге жарап жатса, лайктарыңызды басып, каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Сіздерге сәттілік тілеймін. Жақсы, сау болыңыздар.